ағаны сағындым. Уже бір рет жылап алдық түнде. Өзім жалғыз жатқан бір түрлі екен. Сонымен ешкімге тілемеймін. Бүйтіп жалғызсырауда. Кешу тобында өнер көрсеткен Жұлдыз Өмірғали жолдасы Айқын Төлепбергенсіз өмір сүрген қандай екенін айтып берді. Екі баланың анасы отағасын қатты сағынып, оның үйге оралуын тағатсыздана күтіп жүргенін айтты. Белгілі болғандай, өнер иесінен коронавирус инфекциясы табылып, кейіннен ол ауруханаға жатқызылды. Жұлдыз Өмірғали Айқынсыз төсекте жалғыз жататынына да үйренісе алмай жүргенін жасырмады. Бұл туралы ол өзінің Instagram парақшасында сторис бөлімінде айтты. Айқын ағаны қатты сағындым. Кеше бір рет жылап та алдым. Ешкімге тілемеймін жалғызсырауды, деді ол. Әнші Ару өзіне қойылған сұрақтардың біріне жауап беремін деп желіде қызу талқыға қалды. Көпшілік оның аңдамай сөйлегеніне қатысты сынға толы пікірлерді жаудырған. Бірінші әйелі қалай жатыр екен? Тілемек түгіл жалғыз қалдырдың ғой. Біреудің күйеуін тартып алып тұрған қыздың әңгімесі. Сен негізі жақсы адамсың, бірақ біреудің отбасын шайқалтқаның дұрыс болмады. Жалғыздыққа үйрене бер. Жақында үшінші әйел алып қалар, деп жазуда көпшілік.